Барлықтарына сәлем, бұл Мәншүк Орынғали. Бүгін сіздермен бөліскім келеді өзімнің ең соңғы ашқан дәптерім. Мүмкін сіздерге де бұл үлкен көмегін алып келеді, пайдасын алып келеді. Бұл дәптер сіздерге өмірде 4 салада баланс ұстау, соның арқасында бақытты болу. Яғни дәл қазір сізге маңызды болса, бақытты болғым келеді. Әрине бәріміз бақытты болғымыз келеді, бірақ біз кейде оны ұмытып кетеміз. Бүкіл уақытымызды, бүкіл энергиямызды жұмыстағы болып жатқан нәрселерге бүкіл басымызбен кіріп кетеміз де басқа салаларды ұмытып кетеміз. Мысалы, денсаулық саласын, адамдармен қарым-қатынас саласын, ақша саласын, ұмытып кетеміз. Ал кейбір адамдар керісінше бүкіл басымен жаңағы денсаулық, бір витаминдерді ішу, дұрыс тамақтану, диета, соған бүкіл басымен кіріп кетеді де, және басқа салаларды көрмейді, басқа саланы көргісі келмейді, оған осы сала ғана қызықты. Бірақ негізінен егер де кітаптарды оқысаңыздар, психология туралы немесе жаңағы саморазвитие, және мен өзімнің жақсы көретін методика MasterKit, ол жерде де айтылады. Егер адам шынымен бақытты болғысы келсе, осы негізгі 4 салада бізде баланс болу керек. Баланс дегеніміз, біз барлық салада да белгілі бір іс-әрекет жасау керекпіз. Результат дейді, нәтиже шығара білу керекпіз. Бірақ шығара білу керекпіз деп өзімізге жаңағы должна орысша айтқанда мен істеу керекпін деп ондай мотивациямен емес, өзіңіз ішіңізден мен осы 4 салада баланс ұстағым келеді деген ниетпен жасау керек. Сіз өзіңізге блокнот, дәптер бастай аласыз, әлде болса өзіңізге ыңғайлы, мысалы iPad-қа жазуға болады. Мен дәптерімде 4 сала баланс деп аталады. Мен оны 4-ке бөлем. Басына жазып қоясыз, мысалы 4 сала, яғни денсаулық, ақша, қарым-қатынас, оның ішіне сіздің өз балаларыңызбен, күйеуіңізбен қарым-қатынасыңыз, өзіңіздің туысқандарыңызбен қарым-қатынас, достарыңызбен қарым-қатынас, барлық сол адамдармен қарым-қатынас соның ішіне кіреді. Және 4-ші сала ол сіздің жұмысыңыз, сіздің күн сайын баратын жұмысыңыз. Осы 4 салаға бөлесіз де күн сайын ұйықтар алдында, мысалы бұл дәптерді, блокнотты өзіңіздің ұйықтайтын бөлменің қасына қойып қоюға болады, яғни қасына бір қалам қойып қойсаңыз, және сол ұйықтар алдында өзіңізге бір отчет бересіз. Мысалы, бүгін мен қандай салада көп іс-әрекет жасадым. Мысалы, таңертеңнен кешкенен тек жұмыс саласымен жүріп кетсеңіз, сіз жұмыс деп жазылып тұрған жерге 1 деп қоясыз. Егер де сол күні сіз кәдімгідей 2-3 жұмысыңызды жақсы жұмыс бітірсеңіз, ол жерге мысалы 2-3 рет 1 деп қойып қоясыз. Сол күні егер де сіз уақыт тауып, мысалы бір гимнастика жасадыңыз, спортпен айналыссаңыз, 30 минут болсын, 20 минут болсын, онда жаңағы денсаулық деген бөліміне 1 деп жазасыз. Яғни түсініп тұрсыз, бұл жердегі тұрған ой, яғни сіз айдың аяғында қай салада сізде 1 көп, соны санайсыз. Мысалы, көбінесе, мысалы, менің дәптерімде әрине жұмыс деген салада менде 1 деген сан өте көп. Ал, мысалы, денсаулықпен қарым-қатынас, әлде денсаулықпен ақша екеуі бірдей, бір-бірлер. Яғни сіз қарайсыз да айдың аяғына өзіңізге айтасыз, мен түсіндім, менде өте көп уақытымды мен жұмысқа кетіреді екенмін, денсаулық саласында менде 1 аз. Яғни бұл нені білдіреді? Сізге келесі айда не істеу керек? Денсаулыққа байланысты нәрселер жасау керек. Спортпен айналысу, таза ауаға шығу, паркте жүру, өзіңізге бір витамин сатып алу, врачқа барып, жаңағы медосмотр өту. Яғни денсаулыққа байланысты, ол тіпті егер бір күн сіз жақсы ұйықтап алсаңыз, мысалы, воскресенье күні жақсылап демалып алсаңыз, ол да денсаулық саласына 1 болып саналады. Әлде болса, өзіңізге барып массаж жасатсаңыз, ол да денсаулыққа 1 болып саналады. Әлде өзіңіз рұқсат беріп, демалып, бір өзіңізге ұнайтын комедия, фильм қарасаңыз 2 сағат, ол да денсаулыққа 1 болып саналады, өйткені сіз өзіңіздің миыңызға демалыс бердіңіз. Яғни ол денсаулық саласына кіреді. Әлде болса өзіңізге ұнайтын бір жақсы бір кітап сатып алып, кітапты 2-3 сағат оқып, кітаптың ішіне кіріп кетсеңіз, ол да денсаулыққа 1 деп қоюыңызға болады, бірақ менің дәптерімде қызықты кітап оқу, ол жаңағы жұмыс саласына кіреді. Яғни сіз өзіңіз бөліп қоясыз, қай нәрсе сізге қай салаға кіреді. Бұл менің мысалым, егер де сіз көріп тұрсаңыз, сіздің ақша саласында, мысалы, сізде доход аз. Барлық салалар жақсы, бірақ ақша деген салада сізде 1 аз. Онда сіз келесі ай ойланасыз, бұл жерде қандай проблема тұр?
қандай менің проблемам тұр, неге менде доход аз. Яғни сол саланы ойлай бастайсыз. Қалай мен басқаша, мүмкін өзімнің жұмыс істеп жатқан компанияммен барып сөйлесем, мүмкін мен жалақымды көтерсін деп сұраймын, мүмкін мен бір бизнесті қосымша ашамын, мүмкін мен репетитор болам, яғни доходты көбейту үшін. Сол арқылы сіз келесі айда жаңа план қойып, сол саланы жақсартасыз. Сол кезде, егер сіз 3 ай, 4 ай өткеннен кейін бір уақытта кейбір адамдардың 4 саласы жақсы болып тұрса, яғни бірлері барлық салада толып тұрса, сіз өз-өзіңізден сұрауыңызға болады. Дәл қазір осы моментте мен бақыттымын ба? Көбінесе адамдарда 4 сала баланс болса, ол бақытты болып саналады. Ал бір сала аз болса, яғни ол адамда бір жерде проблема болса, ол адам автоматты түрде өзін айта алмайды, мен қазір бақыттымын деп. Сондықтан осы дәптерді ашып, сап көріңіз осы тәжірибені. Содан кейін маған міндетті түрде комментарияға жазыңыз, не болып шықты, өміріңізді жақсартты ма, көмектесті ме, ұнады ма, ұнаған жоқ па, соны жазыңыз. Көп рахмет. Егер де сізге менің жеке консультациям қызықты болса, маған инстаграмға, почтаға жазыңыз. Менің 2 консультациям бар. Бұл біріншіден Малайзияға келіп оқуға түсу. Екінші консультация ол мастер-кит методикасын қолданып, және методиканы қолданбай-ақ жай әйелдерге мен осы салада консультация жасаймын. Көп рахмет тыңдағандарыңызға. Келесі кездескенше.